Құрметті көрермендер, сәлем. Өзіңіз жаттығыңыз, жақсы жаттығыңыз, бізден жақсы жаттығыңыз. Бүгін мен сізге тыныс алу жүйесін дамытуға арналған қарапайым және қызықты тренажер туралы айтқым келеді. Мен кеше осындай керемет шарларды сатып алдым. Өкінішке орай, мен оларды қарапайым шарлардан таппадым. Олар кейде от шыбынымен жарақат алады. Бірақ алдымен, негізінен, бұл бізге не үшін қажет екеніне тоқталайық. Метаболизм кезінде тыныс алу – бұл ең маңызды процесс. Өзіңізге сұрақ қойыңыз, қанша уақыт тамақ ішпеуге болады? Белгілі жағдай, адамдар бірнеше апта бойы тамақ ішпеді, мүмкін одан да көп. Сіз қанша күн ішпеуіңіз мүмкін, бірақ бұл жерде есеп қазірдің өзінде аяқталуда, өйткені дененің тегістелуі көбірек әсер етеді. Және сіз қанша минут демала алмайсыз. Оттегіге қол жеткізбестен шамамен 9 минут мидың клиникалық өлімі болып табылады деп есептеледі. Мұның бәрі сіз оны қайтара алмайсыз. Яғни тыныс алу әлі де ең маңызды процесс болып табылады. Сондықтан дұрыс дем ала білу, өкпенің сыйымдылығын арттыру, диафрагмалды тыныс алуды қосу. Бұл маңызды. Көптеген адамдар қалай тыныс алады, және негізінен олар өмір бойы осымен өмір сүреді. Және олар қалай күдіктенсе де, олар жоғарғы тыныс алуды пайдаланады. Яғни біздің өкпеміз 10-15%-ға дейін жұмыс істейді. Біздің әжелеріміз осылай тыныс алады. Сондықтан таза әйелдер жиі тыныс алады және сөйлейді. Өйткені бұл өкпенің жоғарғы бөлігі жұмыс істейді. Тыныс алудың еркектік түрі. Дәл қазір мен диафрагманы аздап қосып қойдым. Өкпенің сыйымдылығы әлдеқайда жоғары жұмыс істей бастады. Әр адамның өкпесі әр түрлі. Сонымен қатар өкпесі дамыған кейде болмайды. Менің жаттықтырушылық қызметімде балалар, менің ойымша, ол жерде бірінші сынып оқушылары жоқ сияқты. Бірақ олар кәдімгі допты үрлей алады. Ал кейбір бірінші сынып оқушылары, мысалы, мұны жеңе алады. Және олар не туралы айтып жатыр? Адамның өкпесі жай ғана нашар жұмыс істейді. Және тиісінше жаттығу, қалыпты жұмыс істеу процесінде ол тез шаршайды. Немесе ол ұзақ уақыт бойы жинақталуы керек. Мүмкін, бұл фантастика шеңберінен тыс жерде шығар. Шығыс жекпе-жегінде тыныс алу жаттығуларының көптеген жүйелері бар. Бұл цигун жаттығуларымен және басқа нәрселермен байланысты. Басқа нәрселермен. Міне, бүгін біз сіздермен өте қарапайым жаттығу жасаймыз. Алдымен тест. Міне, мен допты алып, оған 1-2 рет үрлеймін. Сондықтан, мен көп күш салмадым. Міне, менің бір уақытта шығара алатын көлемім. Мен мұны тағы 1 рет жасаймын. Мен оны 2 рет үрледім. Мен оны төмен түсіремін. Бұл жаттығуды қандай режимде орындауға болады? Сіз жай ғана допты алып, оны максималды мөлшерге дейін үрлеуге тырыса аласыз. Доптың қабырғалары қазірдің өзінде толығымен созыла бастағанда, доптың жарылуының алдында сізде ең пайдалы жүктеме болады. Біріншіден,
Сіз ингаляция, дем шығару сериясынан шаршадыңыз, сонымен қатар доптағы ауа кері ағып кетуге тырысады. Ал сіз үрлегенде белгілі бір қарсылықты сезінесіз. Ушуистер көрсететін цигун ғажайыптарының бірі. Доп жоқ. Кәдімгі үлкен медициналық жылыту жастықша салынады. Ал қазір адамдар өкпелерін дамытып жатқаны сонша, үрлеген кезде олар жылыту жастықшасын жарып үлгереді. Мен мұны өзім жасаған жоқпын. Бұл қиын болуы мүмкін, және мен оны сізге ұсынбаймын. Бөлек доп жеткілікті. Бұл біздің бірінші жаттығуымызды білдіреді. Біз допты толғанша үрлейміз. Міне, сіз біздің керемет допымыз Винни Пух пен Пиглет туралы мультфильмдер сияқты жай ғана жарылып кетуі мүмкін екеніне дайын болуымыз керек. Біз одан қорқуымыз керек. Кейде мен өзім үлкен шарларды өзім сатып алатынмын. Яғни, сіз осындай допты сатып алып, өзіңізге күрделі сынақтар ұйымдастыра аласыз. Бірақ, егер сізде кәдімгі доп болса, айтпақшы, әртүрлі пішіндегі шарлар бар. Енді, егер сіз ұзындарын алсаңыз, оларды үрлеу өте қиын. Яғни, бұл келесі қадамды қолдануға болады. Әдетте, арнайы сорғымен үрленеді. Біз жасай алатын келесі жаттығу, уақытты тікелей қосу. Яғни, мұны жарыстар тұрғысынан жасаған дұрыс. Мен, мысалы, балалар кештерін өткізгенде, біз допты кім тез үрлейтініне конкурс өткіземіз. Бұл өте қызықты. Бұл жерде жарысуға болады. Яғни мен допты алып, күттім. Қысқа дем шығару эпизодтарында мен допты мүмкіндігінше тез үрлеуге тырысамын. Мұнда ескеретін жалғыз нәрсе, бұл жаттығу кезінде бас ауруы мүмкін. Бұл орын алады. Бұл жерде өзіңді қадағалау керек. Енді, егер шынымен де сенің басың қатты ауырады деген үрдіс тұрақты түрде сақталса, онда бұл жаттығуды жасамауың керек шығар. Өкпенің гипервентиляциясы сіз үшін пайдалы немесе зиянды екенін тексерген жөн болар. Бұл өте ұсынылмайтын әртүрлі аурулар бар. Міне, яғни жылдамдықты арттыруға болады. Егер ол аздап толып кетсе, бұл негізінен қалыпты жағдай. Біз мұнда жай ғана кідіреміз. Біз жаттығуларды жасаймыз. Жақсы, жақсырақ. Барлық басқа жаттығулар сияқты. Жылынғаннан кейін оны жаттығу кезінде жасауға болады. Сіз допты үрлеп, оны соққы техникасы үшін тренажер ретінде пайдалана аласыз. Қазір көрейік делік. Біз байланбаймыз. Мен өзіме қарапайым, секіретін алмұрт жасаймын. Қолданудың көптеген әдістері бар. Міне, мен айтқан негізгі принциптер. Негізінен, мұны күн сайын, мысалы, бір апта қатарынан жасап, нәтижелеріңізді бағалау жеткілікті. Біріншіден, сіз қаншалықты инвестиция саласыз. Екінші, уақыт бірлігі сізге қаншалықты қиын. Яғни мүмкіндігімізше, біз өзімізге толығымен үрлеуді қажет ететін көлемді қоямыз. Бірақ бұл тек экстремалды спортшыларға арналған жаттығулар бар. Біз допты үрлейміз. Мұнда доп жарылғанша мұны бәрі бірден жасай алмайды. Бізбен бірге үрлең.
Өзіңіз үрлеңіз. Үрлеңіз. Бізден жақсы үрлеңіз. Барлығы қызығушылық танытты деп үміттенемін. Сізге зор денсаулық тілеймін.